Алмалық. Қазақтар келді. Біреумен шатастырып тұрған жоқсың ба? Зеңгінің басын алған анық Жәнібектің ұлы Қасым ба? Дәл соның өзі. Керей мен Жәнібек болған жоқ па? Ол екеуі болған жоқ. Келіссөзге ұлдарын жіберіпті. Қазақ сұлтандары Керей мен Жәнібектің көңіл айту тілегін қабылдаңыз. Өздеріне келмейді. Келіп көңіл айтса, хандығынан түсіп бола ма? Әкелеріміз бізді жібер. Керей мен Жәнібек сұлтан атынан. Олай болса, неге уақытында келмейсіңдер? Кешкісін жетулерің керек еді. Кінәнің бір ұшы өзіңізде, хан. Мұқым Моғолстан билеушісі Есенбұға марқұм мен қазақ сұлтандарының мөрі басылған мәміле шартты аяққа таптағаныңыз хан басыңызға жараспайтын қылық. Мәміле шартты бұзамын дегеніңізді әкеңіздің аруағын қорлау деп ұқты қазақ жағы. Сұлтандар осыған ренішті. Енді ол қасқырдың күшіктерін Досмұхамед тірі жібере қоймас. Қайран Зеңгі. Зеңгіден кейін қосынды кім басқарды? Мен басқардым. Бұрындық пен Қасымның басы қайда? Керей мен Жәнібекке тартуымыз деп ұлдарының басын жіберу керек еді. Сөйткенде мен оларды қан құстырар едім ғой. Мына жағыңызда анталап ойратыңыз, мына жағыңызда шабынып шайбан шақ тұр. Ағаңыз Жүністе осал жау емес. Дәл қазір сізге қазақтан сенімді одақтас жоқ. Мынау соның дәлелі. Қайран Зеңгі. Жәнібек пен Керейдің басын алам деп барып, өз басын жауда қалыпты. Басын алыңдар.